Не істеп жүрсіз? Өз заттарым. Берген заттарым тасып жүр. Кім бар мына жақта? Ё-майо, мына мен араласпаймын. Ё-майо, осы болмаса мен адам емеспін. Адам болмаймын осы болмаса. Қалайсың жаным? Күшті. Мынандай жерге келдік. Қазір көрсетеміз. Көздеріңмен жанамын, жүрегіңмен табамын. Сен болмасаң өмірім бос, сен менің мәңгілік дос. Ты в сердце моем навсегда, без тебя мне... When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me. Тух, шіркін достар, мына торттың енді мен кәдімгідей клубника свежий иісіне дейін шығып тұр. И дизайн өте күшті кәдімгідей. Бірақ бұл торттың кішкене бір анандай трещина болып қалыпты, себебі біз енді тау жаққа шыққаннан кейін машинамен кішкене осылай болып қалды. Бірақтан енді мен инстаграмды өте ұзақ іздедім, себебі маған кәдімгідей дәмі күшті бір торт іздедім, және де дизайндары бір интересный варианттар қараған болатынмын. DreamCake.kz парақшасынан өзіме осы тортты 1 килограммдық тортты тапсырыс берген болатынмын. Бұдан да бөлек неше түрлі бента торттар және тағы да басқа торттар бар. Егер де Алматы қаласынан сіздерге осындай тәттілер керек болып жатса, міндетті түрде астында белгіленген парақшаға өтіп кетіңіздер, сол парақшаны сақтап алыңыздар. Бағалары енді өте тиімді. Кәдімгідей дәмін де көріп міндетті түрде айтатын боламын. Енді дәмінің кереметтілігі енді сыртында тұр десем де болады. И жеткізілуі де өте тез екен. Аккаунтқа міндетті түрде жазып үлгеріп қалыңыздар. Туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Өте қатты қуаныштымыз. Кәдімгідей мен қуаныштымын. Екеуің үшін баяғыдан тілекшімін. Екеуің айырылысып кеткен кезде енді бір сұмдық болдым деп айтып жегізбей ақ қойып. Бір сұмдық болған жоқпын өзім. Бір неприятно болды, бірақ енді екен деп қалдым енді. Әттеген ай деп, ба? Иә, Ақеркенің өзінен қой деп яғым. Көзің ашып көкірегің ояу екен. Иә, сразу сәкенге звондап ситуацияны исправить етіп жіберейін деп едім. Болмады енді, бұйырмай қалды енді. Бірақ өз-өздерімен сол өте қатты қуаныштымын. Сыйластығымыз ажырамасын. Арамыздағы енді жасы үлкен болса да бізбен бірге әрқашанда құрдасындай сөйлесіп, ақылын айтып, бірақ енді біз дейтіп, хей, сержан деп кетпейміз енді, орнын білеміз, дегенмен сыйлаймыз, себебі енді ішіп шегіп бір қуып жаман жолда жүрген жоқ, әрқашанда спортты, жақсы нәрселерді нұсқап жүреді, сондықтан да